Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін мен сіздермен бірге осындай өте әдемі, өте дәмді шыққан тефтели дайындайтын боламын. Ол үшін бізге 500 грамм тартылған ет қажет болады. Және оның үстіне блендерден немесе теркіден өткізіп жуа саламыз. Енді оған тұз себелейміз, шым-шымдап. Одан кейін жартылай піскен күрішімізді саламыз. Енді оның үстіне азғантай ғана қара бұрыш саламыз. Және де фаршымызды әбден араластырамыз. Араласып болған фаршты қолымызды сулай отырып дөңгелетеміз. Дөңгелек формада барлығын дайындап аламыз. Дәл видеода көргеніңіздей қолымыз сулап отырамыз, жабысып қалмас үшін. Мінекей, бұл жерде мен барлық тефтелиді дөңгелетіп дайындап алдым. Енді тавамызға аз ғана сұйық майды құйып, қызып тұрған сұйық майдың үстіне тефтелилердің барлығын саламыз. Бұларды біз бір қуырып аламыз. Дөңгелегі тарап, шашылып қалмас үшін. Бір қуырып алғасын тефтелилерімізді бөлек алып қойдық. Бұл уақытта енді подливасын дайындаймыз. Ол үшін бір жуаны тураймыз. Ұзынша қылып, одан кейін 2 помидор тураймыз. Бұл жерде мен сәбізді теркіден өткізіп дайындап қойдым. Барлығын кезекпе-кезек сала отырып майға қуырып аламыз. Және де ұзақ болсын тамақталамыз. Енді әбден қуырылғасын біз бұның үстіне жаңағы тефтелилерді саламыз. Енді бұның үстіне біз 1 стакан қайнаған суды құямыз. Мінекей, дәл видеода көріп тұрғаныңыздай, астын жай қойып, қапағын жауып қоямыз. Жай отта 30 минутта пісіп шығады тамағымыз. Ал мінекей достар, біздің тефтелиіміз дайын болды. Мен бұл жерде жанына суға піскен күрішті қойдым. Өздеріңіз ұнатсаңыз қоясыз, болмаса картопты, езілген картопты қойсаңыз да болады. Назарларыңызға рахмет. Мені қолдап, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар.